ауыл тұрғындары осы жалақы нәпақа табу үшін үлкен қалаларға келіп жатыр. Яғни үлкен қалаға келгенде жұмыссыздықтардың санын көбейтіп жатыр. Керісінше нәпақа табам деп күнкөріс деңгейін төмендетіп жатыр. Осыған сіздің пікіріңіз? Осының шығудың жолы қандай? Бүгінгі күні әрине өте көп ауыл тұрғындары қалаға көшуге мәжбүр болып отыр. Бұның басты себепті, жалғыз бір себепті айтуға болады, ол ауыл тұрғындарының табысының төмендігі. Мысалы, айта кетейін, тіпті жалданып жұмыс істейтін қызметкерлердің, осы ауыл шаруашылық саласындағы жалданып жұмыс істейтін қызметкерлердің орташа жалақысы 2022 жылы ресми ұлттық статистика бюросының ақпаратына сүйенсек 150 мың теңге болыпты. Ал орташа Қазақстанның экономикасында орта жалақы жалпы бүкіл салаларда 250 мың теңге болды. Сонда ауыл шаруашылық саласындағы жұмыс істейтін адамдардың орташа жалақысы 60%-ға төмен болған.